Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Бізде Рамазанға байланысты сұрақ жауап айдары, және бүгін менің каналымның қонағы Алматыдағы Таугүл мешітінің ұстазы Сәуле Бақытжанқызы. Қош келдіңіз. Бүгінгі сізге қоятын сұрағымыз, жалпы сілекей немесе түкірікті жұту оразаны бұза ма? Бұрындары мысалы кейбір адамдар кәдімгідей түкіріктерін түкіріп әр минут сайын кейбір сөйтіп жатады. Бұндай жағдайда дініміз не дейді? Жалпы бұл сұрақтың жауабына келсек, адамның түкірігі немесе жаңағыдай сілекейі оразаны бұзбайды, оны жұту бұзбайды. Өйткені оразаға байланысты сондай қағида бар. Адам ішінен шыққан нәрселер, яғни сілекей, біздің нелеріміз, түкіріктеріміз ол ішке қайтып кетумен оразамыз бұзбайды екен. Керісінше сырттан келген нәрселерді ішке кіргізіп жіберу, ендіріп жіберу, ол асқазанға түсу, сол нәрсе оразаны бұзады екен. Сондықтан біздің сілекейіміз болсын, түкірігіміз болсын, оразаны бұзбайды. Сондай-ақ жаңағыдай бізден анау неден кеңсірік, мұрыннан келетін сіңбірік болса да, оны келген бойда жұтып жүру де оразаны бұзбайды. Ол да бұзбайды, түсінікті. Мысалы, егер кішкене ауырыңқырап қалып, оны жұтып жіберсе. Түсінікті. Менің өзім жаңа ақпарат алып отырмын. Сіздердің арқаларыңызға, сіздердің сұрақтарыңызға жауап береміз деп. Егер сіздердің көкейлеріңізде тағы да бір сұрақтар болса, осы видеоның астына жазыңыздар. Каналымызға лайк басып, пікір жазып, жалпы қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.